Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Алгебра 7-ші сынып 1-ші тоқсанға арналған тжб. Және мынандай бір тжб-ны шығарып көрейік. 5 есеп берілген. Және 20 балл. Осыны әрқайсысына тоқтайық. Бірінші есебі бір мүшенің коэффициентін және дәрежесін анықтаңдар. Сәл түрлендіріп алайық. Бұл бір мүшені. Мұнда біз 2-ден 1-ді алдына шығарып жіберейік. Енді жауабын жазсақ болады. Бізде коэффициенті дегеніміз алдында тұрған сан 2-ден 1 немесе 0,5 деп 10-дық бөлшек түрінде жазсақ болады. Сонымен жауабы қысқарып жаза берейін. Коэффициенті бізде 2-ден 1, дәрежесі мына айнымалылардың дәрежелерінің қосындысына тең. Мұнда E-нің 11 дәрежесі бар, E-нің 7, P-нің 5 дәрежесі. 11-ге 7-ні қосамыз. 18, 18-ге 5-ті қосамыз. 23 дәреже. Демек, дәрежесі 23. Екінші есеп. А өрнегі бізде x-дің 4 дәрежесі минус 5x квадрат плюс 6. Б өрнегі тең минус 2x-дің 4 дәрежесі плюс 7x квадрат минус 7 болса, онда А қосу Б өрнегінің мәнін табыңдар. Сонымен А қосу Б дегеніміз бізде А-ның орнына мына өрнекті қойық. X-дің 4 дәрежесі минус 5x квадрат плюс 6. Бұның орнына біз минус 2x-дің 4 дәрежесі, мұнда минуспен жаза берейік, немесе жақшаға жазсақ та болады. Плюс минус 2x-дің 4 дәрежесі плюс 7x квадрат минус 7 деп жазайық. Енді жақшаны ашып жіберейік. Мұнда алдында плюс таңбасы, демек таңбалар сақталынады. Демек бұл бізде x-дің 4 дәрежесі минус 5x квадрат плюс 6. Мұнда минус 2x-дің 4 дәрежесі плюс 7x квадрат минус 7. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мұнда x-дің 4 дәрежесі минус 2x-дің 4 дәрежесі. Алдындағы коэффициенттер қосылады. 1-ге минус 2-ні қоссақ, бізде минус 2-ның модулі үлкен. Таңбалар әртүрлі 2 санды қосқанда модулі үлкеннен модулі кішісін азайтып, модуль үлкен таңбасын қоямыз деген ереже бар етін. Демек 2-ден 1-ді азайтамыз. Минус 1. 1-ді және жазбай қойсақ болады. Демек минус x-дің 4 дәрежесі болады. Келесі бізде ұқсас мүше минус 5x квадрат пен плюс 7x квадрат. Минус 5-ке плюс 7-ні қосамыз. Демек плюс 7-ның модуль үлкен, демек оң таңба болады. Таңбасы плюс болады. 7-ден 5-ті азайтамыз. 2x квадрат болады демек. Және бізде бос мүшелер плюс 6 мен минус 7. 6-дан 7-ні азайтсақ, бізде минус 1 болады. Осы бізде жауабы болады. Демек жауабы бізде А плюс Б бізде тең болды. Минус x-дің 4 дәрежесі плюс 2x квадрат минус 1-ге. Үшінші есеп. Көпмүшені көпіршіктерге жіктеңдер. Сонымен асын жіктейік бірінші. 2m көбейтілген x минус 3 минус 5n көбейтілген 3 минус x. Мұнда біз байқасақ, жақшаның іштері бірдей болса, біз соны ортақ көбейткіш ретінде жақсының сыртына шығарсақ болатын еді. Тек қана айырмасы таңбаларында.
не мына жақшадан минусты алдына шығарып таңбаларын ауыстырсақ болады, не бірінші жақшадан. Енді бізге қолайлысы екінші жақшадан минусты алдына шығарып жіберейік. Сонда бізде 2m x минус 3. Мұнда минусты алдына шығарсақ, минус 5n болып тұр. Мұнда минус пен минус плюсті береді. Демек, плюс 5n деп ауыстырамыз таңбасын. Және x пен минус 3-ті орнына ауыстырып жазсақ болады. Енді бізде жақшалары бірдей. Осыны ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығарсақ болады. Демек, x минус 3 көбейту болады. 2m. Мұнда плюс 5n болады. Осы бізде жауабы. Келесі әсі бізде x көбейтілген a плюс b плюс ay плюс by. Мұнда байқасақ бізде y аға және b-ға көбейтіп тұр. Ортақ көбейткіш ретінде y-ті жақша сыртына шығарсақ болады. Сонда бізде x көбейтілген a плюс b-ның өзін жазайық. Мұнда плюс y-ті жақша сыртына шығарып жіберсек бізде a плюс b болады. Енді қайттан көбейтсек ay, by қайттан шығады. Енді мұнда қарасақ жақшалардың ішіндегі өрнек бірдей. a плюс b. Осыны ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығарсақ, a плюс b көбейту x плюс y болады. Осы бізде екінші есептің жауабы. Және төртінші есеп теңдеулі шешімдер. Жалғастырып шеше берейік. Мұнда теңдеуді шешу үшін бірінші жақшаларды ашайық. Мұнда жақшаның алдында минус таңбасы жоқ, демек сол күйде ашамыз. 17 минус 5x. Мұнда екінші жақшаның алдында минус таңбасы бар, демек таңбаларын ауыстырып ашамыз. Мұнда минус пен плюс минусты береді, минус 3x. Мұнда минус пен минус плюсті береді. Енді x-тарды және бос мүшелерді сол жағында біріктіріп жіберейік. Бізде минус 5x минус 3x. Алдында коэффициенттер екеуі де теріс. Екі теріс сан қосындысы теріс сан болады. Және оның модулі қосылғыштардың модуліне тең. Демек, минус 5-ке минус 3 қоссақ, минус 8x болады. 17-ге 11-ді қосайық. Плюс 28 болады. Енді плюс 28-ді минус 28 ғып, теңдіктің екінші жағына ауыстырамыз. Таңбасын өзгертіп ауыстырамыз демек. Сонда бізде минус 8x тең болады 4 минус 28. Мұнда 4-тен 28-ді азайтсақ, минус 28-дің модулі үлкен, демек теріс сан шығады. Және 28-ден 4-ті азайтамыз. Сол кезде бізде 24 минус 24. X-ті табу үшін теңдіктің екі жағында минус 8-ге бөлеміз. Минус 24-ті демек, X-тің алдына коэффициент минус 8-ге бөлеміз. X тең болады демек. Минус b минус бізде плюсті береді, бөлгенде, көбейткенде де. Енді бізде бөлгенде плюс болады. 24 8-ге бөлсек 3 болады. Демек, жауабы бізде 3-ке тең. Және тексерсек те болады, орнына қойып мұнда. Тексере салайық, тексеру. 17 азайту 5 көбейту 3 минус 3 көбейту 3 азайту 11 тең 4. Енді тең бола ма, тексерейік. 5 үшін 15, 17-тен 15-ті азайтсақ бізде 2 болады. Мұнда минус 3 үшін 9, 9-дан 11-ді азайтсақ минус 2. Мұнда минус пен минус плюсті береді. 2 қосу 2 тең 4, 4 тең 4 болды. Демек, дұрыс таптық. Жауабы x тең 3 болады. Және 5-ші есептеңдер. Сонымен бізде
5-тің минус 1 дәрежесі көбейту 14-тің 2 дәрежесі минус 36 көбейту 6-ның минус 3 дәрежесі. Енді бізде ереже бар етін a-ның минус n дәрежесі тең болады 1 көбейтілген a-ның n дәрежесі. Демек біз 45-ның минус 1 дәрежесін 1 бөлінген 45-ның 1 дәрежесі деп жазсақ болады. 45-ның 1 дәрежесі өзіне тең, сондықтан 1-ді жазбай қойық. Демек бұл бізде 45-нен 1 көбейту 14-тің 2 дәрежесі минус мұнда 36 дейік, немесе 36-ны біз 6-ның 2 дәрежесі деп жазып алайық. 6-6-ның 36. 6-ның 2 дәрежесі көбейту 6-ның минус 3 дәрежесі. Енді мұнда негіздері бірдей, дәрежелерін қосып жібере салайық. 14-ның 2 дәрежесін алымына көбейтіп жіберейік мұнда. 2-де минус 3-ті қоссақ, минус 1 болады. Демек 6 минус 1 дәрежесі. Демек 45-тен 14-тің 2 дәрежесі. Немесе 14-тің 2 дәрежесін 14 көбейту 14 деп есептей салайық. 14-ті 14-ке көбейтсек 196. Калькулятормен тексере салайық. 14 көбейту 14 196. Азайту 6-тан 1. Бөлімдері әртүрлі, демек ортақ бөлім берейік. 45 дегеніміз бізде 3 көбейту 15 деп ойласақ болады. Мынаны біз 3 көбейту 2 деп ойласақ болады. Демек, мұнда ойша бізде 3 көбейту 15 болып тұр. Мынау бізде 2 көбейту 3. Демек, бізде ортақ бөлім 90 болады. Мұнда біз 2-ден береміз, мұнда біз демек 15-ден береміз. Ойша көбейтек 2 6 12, бір ойда 2 9 18, ойдағымен 19, бір ойда 2 1 2, ойдағымен 3 392, азайту 15. Енді азайтайық. 392 азайту 15. Мұнда жетпейді. 9-дан аламыз демек. 12-ден 5-ті азайтсақ 7 болады. Мұнда 8, 8-ден 1-ді азайтамыз. 7 болады. Мұнда 3. 377. Енді қысқаратын болса қысқартайық, бірақ қысқармайтын сияқты. Демек, бүтін бөлігін ажырата салайық. 4 9 360. Демек, 4 бүтін болады. 377-ні 90-ға бөлсек, және 17 қалдық қалады. Оны қалдықтың алымына жазамыз. Демек, 4 бүтін 90-нан 17 болады. Сонымен жауабы 5-ші есептің 4 бүтін 90-нан 17 болды. Соң 5 есепті де шығардық. Және мынандай логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Сол жағында 10 көбейту 3 бізде 30, сол жағында 80 тең емес. Бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстауға болады. Шешімін комментарийға жазып кетіңіздер.
болмаса шешім екінші логика бас қатырыш каналында, сол жақтан көрсеңіздер болады. Осындай логикалық есептер бар. Және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.